мешіттен қорыққанды қояйық. Қазір сол газет, журналда, теледидарларда айтылып атқан әңгімелердің көпшілігін еруді қояйық. Исламда керағым бар, басқа нәрсе бар, мұндай бар, мұндай бар деп атыр. Бар ол, бірақ онымен жұмыс жасап жатырмыз. Жұмылып жасап атқан жұмыс жеңіл болады. Таңғаласыз. Христиан, иудей сынды біздің Қазақстанда діндер бар, баптистер бар. Оларға басына әй дейтін, әже қой дейтін қожа жоқ кейде. Біздің қаракөз балаларымыз сол жерлерде шоқынып жүргеніне ешкімнің шаруасы жоқ. Ал бір жігіт намаз оқыса, артынан бірінші орында әкімшілік, ішкі саясаты, сонан соң жаңағыдай ана жердегі милициясы, мына жердегі милициясының неше түрі, атасы мен ұлы жүзі, орта жүзі, кіші жүзі оның ішінде. Онан қалса мешіт әкімшілік, онан қалса ана жердегі агентство. Мына бір адам, ұл қыз намаз оқыды ғой. Бір адамға 7-8 жерден айлық алып отыр адамға тексеруге. Ойласаңшы. Енді сол 8 адам, 8 мекеме, 9 мекеме жұмыс жасап атса, әлі де қорқып айта береміз. Қоятын уағымыз болды ғой, осы қорқыныштың. Жететін шығар, кез келген шығар, осы жерде тоқтайды. Мешітке келіңіздер. Мешітіміз 24 сағат сіздерге ашық құлшылық қылам десеңіз, намаз оқим десеңіз, жанұяңызды алып келіңіз. Кіттай балаларыңызды ертіп келіңіз. Ертең қамшының сабындай қысқа өмір, жас өле ма, кәрі өле ма, бірақ сол ұлыңызды, қызыңызды ертіп келсеңіз көзінде, жүрегінде жат қалады. Әкем мені осы Алланың үйіне ертіп келуші еді. Атам мені осы жерге ертіп келуші еді. Енді мен де келемін. Соны көріп өссін. Осы мешіттегі тіршілікті көріп, осыған араласып өссін. Ол бала ешқашан жаман болмайды. Өйткені бұл Алланың үйі. Бұл жерде жамандық көрмейді ешкім. Бабаларымыздың барлығы, ұлыларымыз, зиялыларымыздың барлығы осы мешітте, осы мешіттің киелігін дәріптеп өскен.